Ертең медиа ақпарат агенттігі және әшкере телеграм арнасымен бірлесіп дайындаған бүгінгі санымыздан көретіндеріңіз. Ринат Зайытов орысша сөйлеймін деп күлкіге қалды. Чтобы такое не повторялось. Рахмет. Қос тілде де сайрайды екенсіз ғой. Ринат Рифқат. Назарбаевқа ескерткіш қоюды ұсынған Мәди Ахметовтың басы даудан арылмайды екен. Керемет шара болып жатыр. Сізге қызық емес па? Тұрдыңызда кетіп қалдыңыз, далада жүрсіз. Өзін ислам дінін ұстанушы санайтын блогер құмар ойындарының операторлығынан дәмелі. Все вы знаете, что у нас взвешивание. Жамбыл әкімінің сөзін бөлген депутат мандатынан айырылды. Сіз немен келіспей отырсыз? Мен сіздің ол уақытта отырғаныңызбен келіспей отырмын. Біздің елде Досаевты мақтайтын да депутаттар бар. Ербулат Досаев руководил Алматы 3 года. И не надо забывать, что он принял город после тяжелейшего кантара. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Жан Ахмадиевулдарыңыз. Кезінде Ринат Зайытовтың айтыстарын көріп, оның өзге тілді сынайтынына қарап, тәнті болушы едім. Я их не понимал и не понимаю. Я бедняк, только деньги занимаю. Міне, Ринат молодец, орысша сөйлей алмаса да, нықлап, прикол ұстап отыр деп мәз болғанмын осы кезде. Сөйтіп жүрген Ринатым күні кеше парламент жиынында қазақша түсінбейтін вице-министрге мәтінді суылдатып, таза орысша оқып шыққаны бар емес пе? Сонда Зайытов өтіріктен орысша білмегенсіп жүрген бе? Почему у вас выбирательные вот такие методы, когда избираются экспертиза вот на лекарственные препараты? Потом, это не коррупция, был вопрос с моей стороны, вы не ответили. Какие вы приняли меры людям, которые просто позволили так делать? Ринаттың орысшасына мен тұрмақ Қошанов та таң қалды. Чтобы такое не повторялось. Рахмет. Қос тілде де сайрайды екенсіз ғой. Ринат Рифқат. Шынына келгенде онсыз да орыс тілді министрлерімізді қазақша үйрете алмай жүргенде Ринаттың сол жаққа қарай жығылып, солар үшін орысша сөйлегені дұрыстау болмады. Бұл таза менің ойым. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Ринаттың орысша сауал оқығаны дұрыс болды ма, әлде бұрыс болды ма? Төменде пікір жазып кетіңіздер, мен оқимын. Меніңше Ринат осылай жалғастыра берсе, екінші Мәди Ахметовке айналатын сияқты. Мәди демекші, Мәди естеріңізде ғой. Алматыға арман қуып келген жастар, мен сіздердің баршаларыңызды 9 маусым күні еліміздің жарқын болашағы үшін Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын. Тоқаевқа дауыс бергіш, Назарбаевқа ескерткіш қойғыш, Мадикоштың басы тағы да дауға қалды. Бүгінгі таңда Алматы облысы жастар саясаты басқармасының басшысы қызметін атқарып жүрген Ахметов облыста өткен ресми форум барысында жиын аяқталмай тұрып, залдан шығып кеткен үшін сынға ұшырағаны бар емес пе? Сіз Мади ғой, Алматы облысының жастар бөлімінің басшысы да. Осы Қарасай ауданына бір істеген шараңызды айтып бере аласыз ба қаскелеңге? Қанша болды Алматы облысының келгеніңізге? 1,5 жыл болды. 1,5 жыл осы. 1,5 жылда қаскелеңге келіп бір жұмыс істеп атқан жоқсыз. Сосын қазір мына жерде прокуратурада үлкен керемет шара болып жатыр. Сізге қызық емес па? Тұрдыңызда кетіп қалдыңыз, далада жүрсіз. Қалай кірейін деп тұрсыз? Уже жарты сағат болды, мен әдейі сізді қарап жүрмін. Ну даже 15 минут, 20 минут неғып шығып кеттіңіз. Керек емес па сонда сізге бұл облыс прокуратурасының қандай жасап жатқан керемет шарасы? А сіз жалғыз өзіңіз шығып кеттіңіз да жүрсіз. Осы жақта 20 минуттай болды. Значит, сізге керек емес. Жоқ, мен керісінше, менен қателік кетсе, мен кешірім сұраймын. Қалай? Причем тут қателік кетсе? Сіз сонда ана жердегі ветерандарды, прокурорларды, бүкіл департамент, полиция, юстиция, әділет, ешкімді сонда менсінбейсіз, шығып кеттіңіз, далада жүрсіз. Осы жігіттің жүрген жеріне шөп шықпайды ше. Құдай-ау, жиын аяқталғанша шыдап отыра тұрмады ма? Бірақ бұл Мәдидің стилі ғой. Шулатпаса жүре алмайды. Қысқаша айтқанда Мәди стайл. Оппа, Мәди стайл. Стайл дегеннен шығады, семіздерді арықтатып, атын шығарған Айтым Жақыпов деген блогерді білесіздер ме? Білмейтін шығарсыздар. Білмесеңіздер, танысып қойыңыздар.
Все вы знаете, что у нас взвешивание, скидываешь видео, на котором ты должен весить минимум. Вчерашний видос, который закинули, я посмотрел на себя, какой я То же был. самое. Я утром жене говорю, я говорю, ужас. Өзін ислам дінін ұстанушы, мұсылманмын деп санайтын аудиториясы 2 миллионнан асатын блогер Айтым Жақыпов харамның көкесі құмар ойындарының операторлығынан дәмелі. Бұл жігіт осы ставкалардың ақша ағымын бақылап отыратын, өзінің шлюзінен өткізетін ESU жүйесі, яғни бірыңғай тіркеу жүйесі Noma Pay фирмасымен келісімшартқа отырған. Ал бұл фирманың құрылтайшысы кім? Әрине, өзі. Ашқаннан құныққан жаман демекші, мол ақшаға қызығып, харам ұғымын ұмытып кету арқылы бұл блогер ислам дінінен шығып кетпей ме? Бұған жұртшылық не дер екен? Әсіресе діни қауымдастық, имамдар не айтады? Маған қызығы сіздер не айтасыздар? Төменде пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен оқимын. Біздің елде қарға қарғаның көзін шұқымайды деген мақал өзектілігін жоғалтқан емес, және жоғалтпайды да. Десе де, жиындардың бірінде депутат Дамир Ташқараев пен әкім Ербол Қарашкеев арасында дау туған. Депутат Ташқараев бар нәрсені айтайықшы, шынақта елдің уақытын ұстамай. Құрметті Ербол Ташқараев бар нәрсені айтайықшы, елдің уақытын ұстамай. Бар нәрсе болған кезде негізі келісім сөздер инвестиция келісім шартта қазір болмайды. Жоқ, жақсы енді, одан бөлек неғыстан мәселелер бар ғой енді. Сіз немен келіспей отырсыз? Мен сіздің ол уақыт алып отырғаныңызбен келіспей отырмын нақты. Жарайды, кешірім өтінемін, құрметті. Осылайша депутат 9 күн өткен соң партиядан 3 күн өткеннен кейін облыстық мәслихаттан шығарылды. Сенесіздер ме? Оның партиядан шығарылуын барлық әріптесі бірауыздан қолдаған. Олардың айтуынша Ташқараев этикалық нормаларды сақтамаған. Дегенмен депутат мұнымен мүлде келіспейді. Ол 3 адвокатқа жүгініп, Аманат партиясын сотқа берді. Бір қызығы, депутаттың KPI көрсеткіші өңір бойынша ең жоғары екен. Адвокаттардың айтуынша тағылған айыптар негізсіз болуы мүмкін. Сіздер айтыңыздаршы, мандаттан айырылған депутаттың әрекеті дұрыс па, әлде бұрыс па? Пікір жазып кетіңіздер. Осы оқиғадан кейін бе әйтеуір мәжіліс депутаты Сергей Пономарев Алматының экс-әкімі Ерболат Досаевты мақтап әлек. Сан керек дейсің ғой бұғанда. Ерболат Досаев руководил Алматы 3 года. И не надо забывать, что он принял город после тяжелейшего кантара, и что он смог его восстановить, и восстановить бизнес алматинцев, что очень важно. Большая работа проделана, которую не видно, вы знаете, диванным критикам. Принят генеральный план города Алматы. Большую работу провели по работе над законопроектом об особом статусе города Алматы. Увеличились доходы алматинцев, вот я просто хочу 2 цифры назвать. Доходы бюджета города по сравнению с началом 2022 года выросли более чем в 2,2 до 2,5 триллионов тенге. А в целом экономика выросла на 20% до 29 триллионов тенге. И это в кризисное время. Әй, маладес, шикі піскен халадес. Пономаревті білмедім, өз басым Досаевтың алматылықтарға жасаған жақсылығынан көрі зиянын көп көрдім. Мүмкін мен қателесетін шығармын. Сіздер айтыңыздаршы, Досаев әкім болып келгелі қандай жақсылықтар жасады? Естеріңізде болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Ертең медиа ақпарат агенттігі және әшкере телеграм арнасымен бірлесіп дайындаған бүгінгі санымыз өз мәресіне жетті. Біз сіздерді жақсы көреміз. Жас қазақ.